түстен ауған күн ашық аспанда жерге еңкейіп кеп төніп, маужыраған сәулесін ерекше төгіп тұр. Жылуы жотамыздан өтіп әжептәуір қыздырып келеді. Петька екеуміз де көзіміз қарығып, төңірекке сығырая қарап қоямыз. Ақ қар басып жатқанда да осындай жылы күн болады екен-ау дейміз. Иі босаған қар соқталанып, әр басқан қадамымыздан кейін кетіріп жүрісімізді өндіретін емес. Оның үстіне шанамыздың да табаны күпсегіне дейін батып, зіл батпан болып қалғандай. Қалжырай бастағанымыз болар, әлгіндегі күлкілі әңгімелерімізді айтуға да зауқымыз соқпай қалды. Әлден соң Петька бас жоқ, аяқ жоқ, шіркін, қыс болмайтын жақта тұрсақ қой деді. Ондай жер бола ма екен дедім мен. Болады, деді Петька сенімді үнмен. Одан соң үйлеріңде бір кітап барын. Сол кітапта бір адамның 28 жыл бойы мұхит ортасындағы бір аралда жападан жалғыз өмір сүргенін, және сол аралда еш уақытта қыстың болмайтынын қызғала әңгімелеп кетті. Жаңағы кітаптың әңгімесінің қызықтығы сонша, деді Петька, оның тапжылмай айтқан сонша, екеуміз де бір сәт шанамыздың ауырлығын да, қысқы жолдың ұзақтығын да ұмытқандай болдық. Әлгі бейшара жалғыз адамның үрейлі де қызғылықты тіршілігіне араласқандай күйге түстік. Сен сол кітабыңды оқуға маған да берші, дедім мен әңгіменің соңында. Пожалуйста, тек ол орысша ғой, деді. Осы тұста орысша білмейтініме тұңғыш рет өкіндім. Петькаға достығымыздың базына қып, олай болса маған орыс тілін үйретші, деп, ең болмаса сол кітапты оқып алайын дедім. Пожалуйста, үйренем десең, күнде 4-5 сөзден үйретіп тұрайын. Бір жазда-ақ орыс тілін біліп кетесің, деді Петька маңғаздана. Мен де міне қазақ тілін тез үйреніп алдым ғой. Мысалы, бүгін мен, сен, ол деген 3 сөз үйрен. Я, ты, он. Тек орыс тілінде баланы он дейді де, қызды ана дейді, деді. Кәне айта қойшы. Я, ты, он, ана деп мен тақылдап оп-оңай қайталап шықтым. Міне, уже 4 сөзді білесің. Осыларды әзірше қайталай бер, ал кешке қарай тағы 4 сөз үйретем, деді. Мен қуанып кеттім. Әлгі сөздерді дауыстап та іштей де бірнеше рет қайталап қоям. Я, ты, он, ана. Мен бұл сөздерді оңай жаттап алған соң кешке дейін күтіп көруге шыдамым жетпейтінін сезіп Петькадан тағы 4 сөз үйрет деп қолға салдым. Онда өзің сұрашы қане, қандай сөздерді үйретейін, дейді. Мен қапелімде қандай сөздерді сұрарымды білмей, өзім де білмей сасқалақтап қалдым да, алдағы шаналарға қарап, шананы не дейді, дедім. Шананы Саня дейді, деді. Ой, мынауың тіпті оңай ғой, шананы Саня дегенің. Ал шөпті ше, сено дейді. Өгізді ше, воль дейді. Жолды ше, дорога дейді. Ұмытып қалмайын деп, әлгі 4 сөзді тез қайталай бастадым. Молодец, деді Петька риза болып. Ауылға жақындай бере шөпшілер мал қораға қарай бұрылды да, біз тура жолмен кетіп бара жаттық. Қарнымыздың әбден шұрылдап ашқанынан, титықтап шаршағанымызды енді ғана сезгендей, Петька екеуміз аяқтарымыз шалынысып әзер жүріп келеміз. Ауылдың қарасы көрінді-ау деген кезде өзіміз алдаусыратып сөйлесуді де қойдық. Шынымызды айтсақ, сөйлеуден де мұршамыз келместен құлай түсетіндей едік. Тұтқиылдан шыққан ащы дауыстан екеуміз де ұйқыдан оянғандай селк ете қалдық. Әкеңнің иттің балдары! Мал қора жақтан атын борбайлата қамшылатып Тұржан келе жатыр екен. Ата-баба тұқым тұяғымыздан түк қалдырмай Петька екеумізді боқтықты қардай боратып келеді. Бізді боқтап келе ме? Мұнысы несі десіп, біз Петька екеуміз аң-таң болып бір-бірімізге қарадық. Біздің жазығымыз не? Біз не бүлдіріп қойдық сонша деп қоямыз. Иттің балдары, хулигандар, ұрылар, солқылдап босап жатқан қардың сұқпалына да қарар емес. Атын борбайлай қамшылап өлермен болып ілгерілеп
құйғытып келеді. Мынау жынданған би, дені сау емес шығар деп Петька айтып үлгергенше болған жоқ. Тұржан ағып келген бойда дырау қамшымен екеумізді қоса қабаттап бір осып өтті. Ол ағымен өтіп барып атының басын кер бұрып қайта-қайта ұрғанша Петька екеуміз жол шетіндегі оппығарға қашып үлгердік. Колхоздың шөбін ұрлаған ұрылар, екеуіңді де қазір табандайды атам. Бірақ өзі қанша содыр болса да, астындағы аты қанша құтырынып тұрған мықты болса да, оппаға беттей алмады. Ей, иттің балалары, колхоздың шөбін алуға сендерге кім рұқсат етті деп қамшыны білеп ұстап ақырды кеп. Бұл колхоздың шөбі емес, жазда қол шалғымен шапқан өзіміздің шөбіміз, дедім мен де ызалана айқайлап. Көрсетем мен саған өзің шапқан шөпті. Қане, бері келші, анау сайрап тұрған тіліңді төбімен қосып жұлып алайын. Біздің өзіміздің шөбіміз екенін жұрттың бәрі біледі. Сенде шөп жоқ, иттің күшігі, сен ұрысың. Сені көзіңе көк шыбын үймелетемін, анау қыдырманың соңынан айдатамын әлі, деді. Одан соң көзі қанталаған Тұржан атымен қарғып түсіп, бізді оппа қардың үстімен жаяу қуатын шығар деп Петька екеуміз әрі қарай қаша жөнелдік. Біраз қашып барып артымызға бұрылғанымызда Тұржан бізді қумаған екен. Шөптің түбіне еңкейіп құжыңдап бірдеңе істеп жатыр. Шөпті байлаған жібімізді шешіп жатқан шығар деп Петька екеуміз аңтарыла қарап тұрғанымызда кенет көк түтін бұрқ ете қалды. Отты татты, деді Петька кіжіне тістеніп. Сәлден кейін құрғақ шөп лауылдап жана бастады. Тұржан кейін серпіліп бізге қарап аузын арандай ашып масайрай күлді. Маған ол өзінің кәдімгі есірік әдетіне басып, а-а-а деп қарқылдап мәз болып тұрғандай көрінді. Мен дүниедегі ең жаман қарғыс сөздерді айттым. Аттан сап айқайламақ боп едім, тамағыма тас тығылғандай даусым шықпай қалды. Өне бойым қалтырап, көзіме ып-ыстық жас тығылғандай даусым шықпай қалды. Тек менің айтпақ болған сөзімді Петьканың ышқына айқайлағанынан естідім. Жауыз, жауыз, деді шырқырай қайталап. Қанатай анау жауыз екеуміздің шөбімізді өртеп тұр ғой деп еңіреп жылап жіберді. Екеуміз де солқылдай жылап, сонау қоғалы бұлақтың басынан шаршап шалдығып тартып әкелген шөбіміздің жауыздың қолынан лауылдап қалай жанғанын қарадық та тұрдық. Еңбегіміздің еш кеткеніне, өзіміздің дәрменсіз түрімізге осынша қорланғанымызға налдық. Ал Тұрлан болса шөбіміз оттының шанасымен қоса түгіл жанып боп, жол үстінде тек бір шөкім боқ бықсыған күлі қалғанға дейін қамшысын жалаңдатып, бір жаққа көз қанталай қарап, аузын арандай ашып масайрап айқайлап тұрды. Желсіз тымық ашық күнде көк жауқазын шөптен шыққан қою кек түтін аспанға шаншыла көтерілді. Бұл не болды екен дегенде көшеге шыққан ауыл адамдары біз жаққа, қолшанадағы өртеніп жатқан шөбімізге аң-таң болып таңырқай қарады.